Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін тану сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы табиғаттан үйренейік. Сабақтың мақсаты табиғатқа қамқорлық жасау туралы түсініктерін кеңейту, міндеттері қамқорлық туралы түсініктерін кеңейту, жағымды қарым-қатынас дағдыларын дамыту, туған жердің табиғатына деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу. Балалар, бүгінгі күнімізді біз ұйымдастыру кезінен бастаймыз. Бәріміз бірге қайталайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты, жарқырайды даламыз, жадырайды қаламыз. Балалар, өзін тану пәнінен 5 ережесі бар. Тәртіп, тазалық, алап, татулық және тыныштық. Табиғат 2 түрге бөлінеді балалар. Жанды табиғат ағаш, шөп, гүл, адамдар, аңдар, құстар, жаны бардың барлығы. Жансыз табиғат су, тас, құм, ауа жатады. Олар өспейді, демалмайды, денесінде жаны жоқ. Балалар, сабақтың дәйек сөзі. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Осыны есімізге сақтаймыз. Енді балалар, Ушинскийдің 4 тілек әңгімесін тыңдаймыз мұқият. Қыс еді. Митя шанасын алып, мұз қатқан төбешіктерін сырғанауға кірісті. Біраздан соң беті шырайланып, ойын қызығына түсті. Кеш бата үйіне келгенде әкесіне шаттана, «Қыс қандай керемет, менің қалауым болса, қыс жалғаса берсін дер едім», деп көңілін білдіреді. Әкесі Митя айтқан сөздерді кітапшасына жазып алады. Көктем де келді. Митя күннің жылынғанына қуанып, көйлектерді қуып, гүл теріп, қуанышы қойнына сыймай үйге тартады. Әкесіне көңілін жасырмай, «Неткен тамаша мезгіл, мен үнемі көктем мерзімі болуын қалаймын», дейді. Әкесі Митяның бұл тілегінде қағаз бетіне түсіреді. Жаз да шығады. Митя әкесімен бірге шөп шабуға барады. Күн ұзаққа ол қош иісті шөптің арасында аунап-қунап, саңырауқұлақпен жидек теріп әбден шаршайды. Сонда көңілін білдіре отырып әкесіне, «Жаз да бітпесе ғой», деп тілегін айтады. Баланың бұл сөзінде әкесі жазып алады. Күзде түседі. Бақшада алқызыл алмалар, сап-сары алмұрттар, қош иісті жемістердің түр-түрі пісе бастайды. Митя үйге жүгіріп келіп әкесіне, «Күз жылы мезгілдердің ішіндегі ең жақсы кезең» деп тамсанады. Әкесі күлімсіреп Митяға, бұған дейін ол қыс, көктем және жаз туралы айтқан ойлары бар жазбаларын көрсетеді. Бәрінде де бір тілек, бір ой бар еді. Балалар, қалау туралы бейнероликті тамашалаймыз. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз. Өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек.
Енді балалар мынандай ойын. Мен табиғаттан үйренемін деген. Мен күннен мейірімділік үйрендім. Мен құстардан ән салуды үйрендім. Мен көбелектен әдемілікті үйрендім. Мен жерден төзімділікті үйрендім. Мен судан тазалықты үйрендім. Балалар, сергіту сәті бәріміз бірге қайталайық. Қане балалар, тұрамыз, үлкен шеңбер құрамыз, орнымыздан тұрамыз, құс болып қанат қағамыз, қайта отырып орнымызды табамыз. Балалар, енді дәптермен жұмыс. Суреттегі табиғаттың бөлшектерін қандай жақсы қасиеттерді үйренер едіңдер. Әңгімелеп беріңдер, сурет бойынша балалар әңгіме жүргізесіңдер. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға көптен көп рахмет.